Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз дәл осындай өте бүйік болып пісетін бисквит дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біздің ыдысымыз құрғақ, сусыз, таза болу қажет. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратамыз. Жұмыртқаның ағына бір тамшы болса да сарысы кетіп қалмау керек. Маған қажетті қантты 2 бөлікке бөлеміз, яғни оның жарты бөлігін жұмыртқаның ағын миксерлеген кезде 2-3 бөлікке бөле отырып салатын боламыз. Мінекей дәл осындай жұмыртқаның ағы төңкергенге де түспейтіндей осындай қалыпта болу керек. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын ағарып көпіргенше араластыратын боламыз. Екеуін де араластырып болғаннан кейін енді жұмыртқаның сарысы мен ағын бір-біріне жайлап араластырамыз. Мұны да 2-3 бөлікке бөле отырып араластыратын боламыз. Маған қажетті ұнға қопсытқышты қосып жақсылап араластырамыз да оны жұмыртқаның үстіне 2-3 бөлікке отырып жайлап салатын боламыз. Дәл осылай төменнен жоғарыға қарай етіп араластыратын боламыз. Қызып тұрған пеште, менің пешімде жарты сағат, яғни 30 минутта пісіп шықты. Осындай формаға сәйкестеп, менің формам 20. Немізді құямыз да жан-жағын тегістеп, форманы кішкене ұрғылап жіберсеңіздер тегіс болып шығады. Қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің бисквитіміз пісті. Пештің аузын кішкене ашып, жарты сағатқа қойып қоямыз да, одан соң осылай жан-жағын кесе отырып, ыдысымыздан босататын боламыз. Мінекей достар, біздің бисквитіміз пісіп шықты. Өте биік болды. Көріп тұрғандарыңыздай, бұны 3 бөлікке бөліп тортқа пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай дүкеннен сатып алмай-ақ өздеріңіз бисквитті үйден дайындаңыздар.